Амансыздар ма оқырмандар? Арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын. Баршаңызға рахмет. Айрылған тәнмен жандай қаларсың сен, жалындай жүрек жарған мұңлы сөзім. Ақша майдаланса тиын ғой, адам майдаланса қиын ғой. Ақша сөйлеп, ақиқат тұншыққан заман-ай. Ағайының көп болса, бірлігі оның бек болса, жамандық жер кез келсе, бір-біріне сеп болса, бүтін тұрған бұзылмай, 32 тіспен тең. Айдынды жақсы аймен тең, жомарт жігіт баймен тең, шешен жігіт дүрмен тең, имансыз көңіл кірмен тең. Ақылы жоқ надандар, іс бітірмес жамандар, 100 болса да бірмен тең. Даналы адамдардың кеңестері. Адам үшін маңыздылығыңды тек уақыт көрсетеді. Шынына келгенде тек өзіңе сен. Өткен шақтың құлы болма, болған қиындықтарды сабақ ретінде қабылда. Ара қашықтық, қарым-қатынасты бұзбайды. Дұрыс сөйлеспеу құртады. Жақсы ниетпен жақсы адамдар өміріңізді едәуір жақсартады. Бақытты сәттеріңізді құпия ұстаңыз. Жұмсақ жүректі адамдар өмірден ең қатты сабақтар алады. Қаншалықты көп қорықсаңыз, сол заттың іске асу мүмкіндігі көбейеді. Адам баласының ең сұлу жері жүзі. Жүзінен ең әдемі жері оның көзі. Бірақ адамды әдемі ететін оның жүрегінен шыққан сөзі. Бағаламайтын адамға жақсылық жасау теңізге су құйғанмен бірдей. Жақсы адам ашық сөйлейді, сөз тамырын қазып сөйлейді. Жаман адам сасып сөйлейді, өзгелерді басып сөйлейді. Бір беткей адам бірлікті бұзады, теріс мінезді адам тірлікті бұзады. Адамды қартайтпайтын 3 қасиет: жақсы мінез, жақсы сөз, жақсы күлкі. Ақылдың көркемдігі пікір толғауда, тілдің көркемдігі үндемеуде, жүздің көркемдігі күлімсіреуде, жүректің көркемдігі тазалықта, сөздің көркемдігі шыншылдықта, халдің көркемдігі шариғаттан айнымауда. Қазіргі заман шындығы. Доллар дәурен құрған заман, сезім әуре қылған заман, қалтасы тоқтың досын көп қылған заман, қарыны тоқтың уайымын жоқ қылған заман, киіміңе қарап амандасқан заман, бетіңе күліп, сыртыңнан жамандасқан заман, әкеден қалған дүниені бөліске салып, бауырлар бет жыртысып араздасқан заман, интернеттен жарыз деген заман, тиыны өтсе қарыз деген заман, банкке басымыз байланған заман, пайызын төлеуді парыз көрген заман. Өмір туралы ақылды сөздер. Ақымақ адам ешқашан өз ойын өзгертпейтін адам. Егер барлық адаммен дос болсаң, ешкіммен де дос емессің. Біреуді бақытсыз қыла тұрып, өзіңді бақытты қыла алмайсың. Сенің ең үлкен қарсыласың кешегі күнгі сен. Басқа адамдардың ойларына мән бер. Сол кезде олардың құлы боласың. Сабырлы сана нағыз жетістік. Саған қатысы жоқ ойлар мен заттар саған қатысы бар ойларды бұзбасын.